Осылай ықылық ату сізді мазаласа, онда осы видео сіз үшін. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздермен бірге доктор Алмат. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қызық тақырыптардың бірі осы ықылық ату, яғни икота жайлы айтып өтетін боламын. Икота осы қалай пайда болады, қандай механизмдерден тұрады, және де қалай жаттығу жасау керек, қалай тез емдеу керек, сол жайлы айтып өтетін боламын. Әр адамға маңызды болып табылады бұл. Және де осы YouTube арнаны қолдау мақсатында арнама комментарий жаза отырыңыздар, лайк басыңыздар, ұнап жатса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Олар да біліп жүрсін қалай икотаны, ықылық атуды емдеу керек екенін. Ал мен бастаймын. Жалпы ықылық ату жайлы маған көптеген сұрақтар түседі. Қалай пайда болады, бұл не деген сияқты. Жалпы ықылық ату ол каждый адамға таныс, каждый адамның басынан өткен жағдай. Ықылық ату кезінде бізде осы диафрагма, яғни өкпенің астында орналасқан диафрагма бұлшықетінің спазмы салдарынан дыбыс байламдары толық жабылмай қалып, сол кезде осындай дыбыс шығатын болады. Яғни бізде диафрагма деген осы кеудемен іш бөлігін бөліп тұратын бұлшықетті мүше болып табылады. Яғни осының спазм кезінде осындай дыбыс байламдары толығымен жабылып қалмайды. Ал енді ықылық атудың негізгі себептеріне келетін болса, ол көп мөлшерде тамақ жеу, яғни тойып тамақ ішу, тойып су ішу, стресстік жағдайлар, алкогольді сусындарды көптеп қолдану, және де қышқылды ащы заттарды көбірек жеу, сол кездерде бізде осы ықылық ату сияқты белгілер пайда болады. Және де тағы да басқа белгілердің салдарынан ықылық ату пайда болуы мүмкін. Енді негізгі механизміне келетін болса, ықылық атудың біздің осы қанымызда оттегіден және де көміршік газынан тұрады. Егер де біздің адам ағзасында көміршік газдың деңгейі азайып кететін жағдай болса, бізде ықылық ату сияқты симптомдар пайда болады. Яғни бұл кезде осы диафрагманың спазм пайда болады. Соның салдарынан осы ықылық ату болады. Жалпы бұл жайлы америкалықтар, яғни мысыққа жасалған, яғни зерттеуде анықталған болатын осылай. Олар арнайы помещениенің ішінде көміршік газын беріп, солай ықылық ату тоқтаған болатын мысықта. Мысықтарда да өздеріңіз байқасаңыздар, негізі ықылық ату болады. Мен өзім көзіммен байқаған болатынмын. Яғни сол сияқты бұл адам ағзасында да сондай. Біз егер тез-тез тамақ жеген кезде, көп күлген кезде, немесе тез-тез демалған кезде ықылық ату белгілері болады. Себебі біз тез-тез демалған кезде адам ағзасында оттегінің деңгейі көбейіп кетеді, көміршік газдың деңгейі түседі. Яғни бұл бізде гипервентиляциялық жағдай деп атаймыз. Жалпы осы ықылық атудың негізгі емде арнайы гимнастикалар жасалынады, яғни соның бірі тыныс алу гимнастикасы. Ол үшін не істеуіміз керек? Яғни терең демалып 5-10 секунд дыханиямызды ұстап тұрамыз да 5-10 секундтан кейін қайтадан жібереміз. Яғни осылай жиі жасап тұру арқылы біз адам ағзасындағы яғни СО2 осы көміршік газдың деңгейін жоғарылатуымызға болады. Сонымен қоса екінші жаттығудың бір түрі ол қолымызға пакет ұстап тұрып, яғни пакетке дем алып, пакеттің ішіне демін шығарамыздағы сол жерде пакеттің аузымызға ұстап тұрып, дем алып, дем шығарып, дем алып, дем шығарамыз. Яғни біз дем аламыз оттегімен, дем шығарған кезде пакеттің ішіне көміршік газын жібереміз. Яғни сол арқылы қайтадан пакеттің ішіне көміршік газымен өзіміз қайтадан дем аламыз. Сол арқылы біз көміршік газдың деңгейін жоғарылатып, қандағы, және де осы ықылық атуды тоқтатуымызға болады. Сонымен қоса тағы да бір ерекше түрі ол, яғни осы қабырғаның біткен бөлігінен, яғни екі қолымызбен ұстап тұрып, соны яғни басып, кішкене массажировать етіп, яғни осы спазмды кетіруімізге болады. Осылайша бізде ықылық атуда тоқтауы мүмкін. Жалпы ықылық ату негізгі бірнеше секундтардан бірнеше күнге дейін болуы мүмкін. Егер сіздікі бір күннен асып кететін болса, онда дәрігерге қаралуыңыз дұрыс. Себебі дәрігерлер, терапевт, гастроэнтеролог дәрігерлер сізге арнайы осы бұлшықетті босаңсытатын арнайы препараттар тағайындап, сол арқылы кетіреді. Және де халық арасында сөз бар ғой, ықылық атса бірдеңе ұрлап алдың ба деп. Бұл негізі миф.